Есімім Айназия Рахимова. Грантқа оқуға түстім. Мен осында жазып алдым. Қадалып қалдым. 6 балл жинадым. Енді маңызды емес деген ойда. Өте үлкен жетістік болды. Қате белгілегім. Қалай мен оқуға түспедім 134 баллмен деп. Бәріне сәлем. Бүгін мен сөйлеу форматында бірінші рет осындай видео түсіріп отырмын. Егер қателіктер болатын болса, көз жұма қарайсыңдар деген ойдамын. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі видеом ЕНТ жайында болмақ. ЕНТ-дан қанша балл жинадым, Асфендияров атындағы университеттің стоматология факультетіне қалай грантқа оқуға түстім деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын. Мені жаңадан көріп жатқан жандар болатын болса, өзімді таныстыра кетсем, есімім Айназия Рахимова. ЕНТ-дан 134 балл жинап, стоматология факультетіне грантқа оқуға түстім. Қалай түстім, оны осы видеодан көре аласыздар. Ал кеттік. ютубқа, инстаграмға осындай сұрақтар келіп жатыр. Қалай оқуға түстің деген сияқты. Сол сұрақтардың барлығын мен осында жазып алдым. Қазір видео ішінде мен сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Мен ЕНТ-ға дайындықты қашан, қалай бастадым? ЕНТ-ға дайындықты мен 10 сыныпта бастағанмын. Көрші мектепте биологиядан қосымша болатын. Сол қосымшаға барып мен бірінші 10 сыныпта өзімнің дайындығымды бастадым. Бірақ бізде 10 сыныпта онлайнға кетіп қалғандықтан арада кідірістер болып қалды. Ол кезде өзім үйде бұлайша дайындалып жүрдім, бірақ қатты ЕНТ-ға көңіл бөлген жоқпын. Мен жалпы қатты деген бас алып 11 сыныптың қазан айынан бастадым. Ол кезде де онлайн оқып жүрдік, бірақ мен қазан айынан бастап өзімнің сыныптастарыммен көрші ауылдағы мұғалімге химиядан қосымша қатысып жүрдім. Дәл сол уақытта биологиядан да қосымша қатысып жүрдім, бірақ басқа пәндерден оқу сауаттылығы, тарих деген сияқты Қазақстан тарихы, мат сауаттылықтардан өзім үйде дайындалған болатынмын. Бізде ең бірінші пробный тестті сол қателеспесем қыркүйек немесе қазан айында алды. Сол кезде мен бірінші пробныйдан 92 балл жинаған болатынмын. Ол кезде қандай пәндерім слабый болды, қандай пәндерім әлсіз болды, сол сұрақтарға жауап берейін. Басқа сабақтың бәрінен жақсы алдым деп айта аламын, бірақ мат сауаттылығым төмен болды. Өйткені мен бүкіл 11 сынып бойы оқыған есептер бойынша келеді деген ойда болған едім. Бірақ ол тек қана логический есептер болды. Сондықтан одан нақтысын айтқанда қадалып қалдым, 6 балл жинадым. Сосын барып мат сауаттылыққа сол кезде кірісіп дайындалып бастадым. Жалпы егерде база болатын болса, мат сауаттылықтың қиындығы жоқ, өйткені ол жерде тек қана логический есептер келеді. Мысалы, бір есептің шығару жолын біліп алсаң, ары қарай шығарып кете бересің. Биология мен химиядан қосымшаға қатысатын болсам, оқу сауаттылығы түкте қиын емес. Ал тарихтан бізде өзімізге сабақ беретін мұғалім бізді дайындап жүрді. Сабақтан тыс уақыттарда қосымшаға қатыстық. Сол кісіге өзіміз үйде дайындалдық. 5-ші сыныптан бастаған кітаптардың барлығын жинап, соның барлығын оқып шықты. Жеке өз басыма маған мат сауаттылық, оқу сауаттылық, тарих деген қиын болған жоқ, өйткені менде база болды. Егер база болмайтын болса, сіздерде 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқыған кітаптардың барлығын жинап алып, тарихтан дайындалған дұрыс. Химия, биологиядан қалай дайындалу керек деген сұрақтарға жауап бере кетсем, ол пәндер өте маңызды пәндер болып табылады. Қазір бірінші курстың өзінде, бірінші семестрде химия туралы бүкілін қайталап шықтық, ал биология туралы ол паразиттер, митоз, мейоз барлығын қайталап оқып жатырмыз. Бірінші курста сол сен біліміңді қайтадан қайталайсың, немесе саған сол біліміңе білім қосып, тағы да біраз жаңа нәрселерді үйренесің. Міндетті түрде биология, химия пәндерін репетитор болу керек. Жалпы ол менің ойымша, өйткені сен биологиядан бүкіл кітапты алып оқып шығуың мүмкін. Кейбір сұрақтар түсінбейсің, өйткені ол жерде ғылыми тілдер бар. Оны түсіндіру үшін репетитор керек. Химиядан міндетті түрде репетитор болу керек, өйткені ол жерде теорияны жаттағанмен сен есеп шығаруың керек. Есеп бойынша да түсінбеген сұрақтар өте көп болады. Мысалы, 10 сұрақ қана теория келетін болса, қалған бәрі есеп болып келеді. Сондықтан, мысалы, қазір 7-ші сыныптан бастап химия басталып жатыр ма? Бізде 8-ші сынып еді. Ол 7-ші сыныптан басталған химияның барлығынан сен егерде ештеңе білмейтін болсаң, репетитор болу керек. Ал егерде бастан бастап оқып келетін болсаңдар, репетитордың қажеті жоқ, өйткені өзің іліп кете аласың. Көп адамдар сұрайды, комментарийде де жазып жатады, химиядан түк білмеймін, химиядан қалай дайындалуға болады деп. Міндетті түрде қосымшаға бару керек, ондай жағдай болатын болса. Егер өзіңе сенімсіз болсаң, үйде онлайн сабақтар бар қазіргі уақытта, сол сабақтарды көру арқылы химияны үйренуге болады. Тағы бір лайфхак айта кетейін. Біз өзіміз мектеп кезінде
мысалы тарихтан немесе басқа да сабақтардан біз отырып тест талдайтынбыз. Сол тестті бір-бірімізге сұрақтар қою арқылы солай жаттаған болатынбыз. Біздің тест тапсырған кезімізде көптеген сұрақтар ауысып кетті, жаңадан база пайда болды. Сұрақтарды қайдан аламыз дейтін біреулер білмей жатады. Енді 10-шы сыныптар оны Telegram каналдан сливтарды жаттау арқылы алсаңдар болады. Енді өзімнің бірінші ұбытым жайында айта кетсем, бізде қаңтар айының ұбытысы, январский ента дейді. Сол ентада бізде соңғы рет қағаз форматында болған, яғни бояп белгілейтінбіз. Мен басында ентадан қорықтым, барлығында болады ол қорқыныш, бірақ ентаға кірер уақытта ол қорқынышымды жеңіп, әлі менде 3 енті бар алда. Сондықтан бұл енті маңызды емес деген ойда кірдім. Ентаға кіргеннен кейін білген сұрақтардың бәрін белгілеп шықтым. Сосын бірінші ентадан 91 балл алған болатынмын. Ол кезде кешке дейін сайт арқылы өзіміздің балымызды күтетін едік. Сол балды күтіп отырған кезде өзімнің балыма таң қалдым. Өйткені менің нәтижем оған жетпейді деген ойда болдым. Бірақ 91 балл маған ол өте үлкен жетістік болды сол кездегі. Бірінші пробныйда мен 92 балл алдым. Сол бірінші ентадан 91 балл алдым. Арада ешқандай айырмашылық болмағандықтан ентаға ары қарай күштірек дайындалуға тырысып, мысалы бізде химиядан қосымшаға барған кезде 10-шы сынып пен 11-ші сыныптың 2 кітабын алдық та, соның басынан аяғына дейін ағайымыз түсіндіретін. Соның нәтижесінде бізде ентадан жақсырақ балдар, жоғарырақ балл жинауға мүмкіндік туды. Сондықтан егер де мысалы сен ана жерінен үзіп, мына жерінен үзіп дайындалатын болсаң, ол ешқандай нәтиже бермейді. Сондықтан басынан аяғына дейін бір тақырыпты қалдырып кетсең, уже екіншісі түсініксіз болады. Сондықтан басынан аяғына дейін дұрыстап, тиянақтылықпен дайындалған дұрыс. Грант жеңіп алуға болатын ентада соңғысын мен 19 маусым күні тапсырдым. Ол кезде кәдімгідей қорқыныш болды. Уже соңғы енті, соңғы мүмкіндік деп. Сол кезде мен тапсырғанымда ең бір қате тұсым оқу сауаттылығынан 1 балл жоғалтып алған. Ол бірінші сұрақтың жауабын қате белгілегенім. Оқу сауаттылықтан көп адамдар қате кетіріп жатады, бірақ сол 1 балл болмағанда менде 135 балл болуға мүмкіндік болатын еді деген сияқты ойлар болады. Бірақ тағы да бір қателік, ол биологиядан 1 балл, қалғаны химиядан қателік болды. Монитордағы балды көргеннен кейін менде бір жағынан қуаныш болды, бір жағынан стоматологияға деген грантты ұта алмаймын деген менде күдік болды. 10-шы сыныптың соңынан бастап стоматологияға түсем деген жоспар қойып қойғам. Сондай арманым болды, бірақ 134 балды көргеннен кейін балл жетпейді деген ой болды. Алдыңғы жылғылармен салыстырғанда соңғы стоматологияның грантын ұтып алған ол 137 балл, еще ол квотамен. Оқуға қалай тапсырғаным жайында, оқуға тапсырар жылы, одан алдыңғы жылы электронный форматта оқуға тапсыруға мүмкіндікшілік туған, яғни ЕГОВ арқылы тапсырдық. ЕГОВта мен 3 квотамды белгіледім. Менде 3 квота болатын, сельская квота, көп балалы ана және алтын белгі. Сол 3 квотаны белгіледім. Соның ішінде тек қана 1 квотаны алып, сені грантқа өткізуге мүмкіндік бар. Сол 134 баллмен көп балалы ана екеуін қосылып, мен грантқа түсуге мүмкіншілік алдым. Жалпы оқуға гранттар тізімі шыққан кезде қалай болғанын айтып берейін. 4 университет жазады ғой, соның біріншісінде Асфендияровтың стоматологиясын жаздым, екіншісінде Асфендияровтың общий медицинасын, Астананың стоматологиясын, сосын соңында Шымкенттің медакадемиясын жаздым. Менде күдік болды, Асфендияровтың стоматологиясына түсе алмаймын деген. Сондықтан мен әпкелерімнің айтуы бойынша, егер де оған түсе алмасаң, Асфендияровтың общий медицинасына түсесің деді. Менде бірақ қалаған жоқпын общий медицинаға түсуге. Сонда да үшіншісіне Астананың стоматологиясын жаздым. Оқуға гранттар тізімі шыққан кезде мен бірінші стоматологияны қарадым. Ол жерде бірінші 140, екінші 140, сосын үшіншісі 137 балмен сельская квотамен түскен студенттер тізімі тұрды. Стоматологияға түспеппін деген ой болды да менде. Сосын общий медицинасын қарадым Асфендияровтың. Ол жерде де менің атым жоқ болды. Сосын менде уже напряженка. Қалай мен оқуға түспедім 134 балмен деп поискта өзім атымды теріп, Айна Зарахимова деп іздеген кезде менің атым тұр еді, и қасында B087 деген код. Стоматология мамандығының коды. Сол кезде мен стоматологияға түскенімді білдім.
Ол жерде бөлек қоғамдық денсаулық сақтау, яғни осы 2021 жылы артық 20 грант бөлінген. Ол мемлекеттің атынан 20 грант. Ол грантты квоталы адамдар ғана ұтып ала алады. Яғни сельская квота, көп балалы ана, немесе толық емес отбасы деген сияқты квоталар ұтып алуына болады. Осы 2021 жылы квота арқылы оқуға түсетін гранттар тізімі шыққан екен. Сол квотаның арқасында мен осы стоматология факультетіне оқуға түстім. Егер квотаң болмаса, стоматологияға түсуге мүмкіншілік аз, өйткені Ништан, Назарбаев зияткерлік мектебінен келген оқушылар өте көп. Олар менің естуім бойынша автоматты түрде 140 баллды алады. Сол 140 балмен көп бөлігі осы стоматологияда бізде грантта оқып жатыр. Біраз таныстарым осы 136 балл жинап, 137 балл жинап осы стоматология, немесе ең азы 133 балл болған. Сол мен осы стоматология факультетіне грантқа түскен. Өзімнің группама келетін болсақ, менде группамда бізде стоматология факультетінде өз 20 грант болғандықтан, ол 20 грантты 20 түрлі группаға бөліп тастаған. Мысалы, бір группада тек қана бір ғана грант бар. Қалған бәрі платный. Солармен айласып оқиды. Енді видео соңында менің 11 сыныптарға берер кеңесім, мені тек қана 11 сыныптар емес, 10 сыныптарда көруі мүмкін. Оларға берер кеңесім 11 сыныпты өте қызықты етіп өткізген дұрыс. 11 сыныпта өзі ең маңызды нәрсе бірінші енті болады, одан кейін түрлі іс-шаралар, сосын барып қыздарда форма тіктіру, лента, 25 май деген сияқты соның барлығын дұрыстап өткізіп алу керек. Ертең ол естелік ретінде қалады. Ал ентіға дайындалу ол бірінші мақсат, дайындық міндетті түрде болу керек. Өйткені мысалы кейбір адамдар ентіға дайындалмай 2 күн немесе 3 күн қалған кезде мен дайындаламын, бәрі миымдағы кетеді деген сияқты ойда болады. Олай ойлаудың қажеті жоқ, өйткені 2 күн қалғанда мысалы оқығанның барлығын қайталап шығуға болады. Ал 1 күн қалғанда шынымен миды тынықтырып, еш нәрсені ойламай, өйткені шынымен де напряженкада боласың, и көп нәрсені ұмытып қалуың мүмкін. Сондықтан бүкіл 11 жыл бойы не оқыдың, соның барлығын көрсететін сәт. Енді 11 жыл бойы дегенде 5-ші сыныптан басталады көптеген пәндер. Сол 5-ші сыныптан бастап дайындалсаң, тиянақты дайындалсаң, жоспар құрып дайындалсаң, сенде бәрі де болады. Сонымен видеода айтқым келгені осы. Қандай сұрақтар болса, комментарийге немесе Instagram қалдырып кетем, сонда жазуға болады. Ал егерде видеоны лайк басып, подписка жасап кетіңдер. Сонымен бәріне сау.